Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді чебуреки дайындайтын боламыз. Електен өткізілген ұнға ыстық су, дәміне қарай тұз, 3 ас қасық сұйық май, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз, өйткені ыстық су болғандықтан бұл жерде қазір ыстық болып тұрады қамырымыз. Осы араластырып кішкене суытып, қолмен кішкене біріктіріп қамыр илейміз. Толық рецепті видеоның астында описанияда жазылған. Сол жерде қамырдың қанша мөлшерде екенін сол бойынша жасасаңыздар, артық ұн қосудың керегі жоқ. Мінекей қамырымызды илеп болғаннан кейін салфанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Менде салмасына картошка және қуырылған пиязды бөлек майға қуырып алып, тұз және қара бұрыш қостым. Және картоптарымды суға қайнатып алдым. Қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Мен орташа бөліктерге бөлдім. Сіз кішкентай немесе үлкен етіп жасасаңыз болады. Салмасына да осылай дәміне қарай тұз және кішкене қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып жібердім. Сары май қоссаңыздар да болады. Менің қосқаным видеоға көрінбей қалыпты. Қамырымызды осылай жаямыз. Қамырға негізі ұн керек емес. Тура рецепт бойынша жасасаңыз, ешқандай ұнды қажет етпейді, өзі осылай оңай жайылатын болады. Қамырды жайып, жоқа етіп, бірінші қолмен түйіп шығамыз шеттерін. Одан кейін шаншқының көмегімен шеттерін осылай бекітіп шығамыз. Бұл әрі әдемі етіп көрсетеді біздің чебурекилерді. Мінекей осылай қамырымызды жайып, салмасын салып, қолмен біріктіріп аламын. Одан кейін шаншқымен басып шығамыз. Мінекей менде тура осы рецепт бойынша 14 чебуреки шықты. Менде орташа тойымды болып шықты. Қызып тұрған майға екі жағынан қуырып аламыз. Өте тез піседі. Шамамен 3-4 минут аралығында менде пісіп қалды. Осылай екі жағынан қоңыр түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде осындай чебуреки дайындап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше әрі жеңіл. Мінекей осындай әдемі, тәтті болып шығады. Қамырының өзі өте ерекше. Ас болсын.